Армысыздар. Қайырлы кеш. 7-ші арнада кешкі 7-ден кейін өздеріңізге асығатын күнтізбе бағдарламасы. Бағдарламада тарихта болған сондай-ақ бүгінгі күннің басты оқиғалары сіздер үшін айтылатын болады. Бүгін 2014 жылдың 3-ші қыркүйегі және біз бастаймыз. Бүгінгі бағдарламада елін қорғаған Райымбек батырдың тәсілдері. Америка құрлығына қоныстану Қазақстанның қазіргі аумағынан басталғаны рас па? Қалбырдағы ауаны кім жасайды? Токио, Шуцин, Когио, Капушики, Каиса деген не? Әнші қыздардың құпиясы неде? Нұржан, осы біз күнделікті кешке серуендейміз, жанұямызбен демаламыз, автокөлігімізге мініп алып, тірліктерімізбен жүреміз десе де, сол сәтте біз қандай атаңызға айналған ұлы адамдардың көшесімен келе жатқанымызға мән бермейміз. Әрине, мән бермейміз. Көше жайлы менде бір қызықты оқиға бар, егер айтпесең айта кетейін. Студент кезімізде менің топтасым, яғни группаласым сабақ айтып тұр. Және батырлар туралы болатын тақырып. Батырларды айтып келе жатыр, және Райымбек батырға келгенде тілі күрмеліп, ештеңе айта алмай қалды. Оған енді көмектескім келеді, бірақ мұғалім айтып жатыр, кім оған айтып қояды Райымбек деп, сол 2 алады деп. Амалдың жоғынан отырым, бірақ шыдамай кеттім да, соңында Ташкентский деп айтқан болатын. Досым 5 алды, мен 2 алдым, осылай қызықты оқиғаны бастан өткергенбіз. Басқа өңірдің көрермендеріне айтайын, Алматыда сондай Райымбек даңғыл дейтін үлкен даңғыл бар. Бұрын Ташкентский деп аталған. Сен білесің бе? Оны бекер айтып отқан жоқпын. Өйткені дәл бүгін 1730 жылы 3-ші қыркүйекте Райымбек хан келді. Ел үшін күрескен атаңызға айналған батыр дүниеге келген. Қайтпас батыр туған жерін жоңғар әскерінен азат етуді бала кезінен армандап өсіпті. Нұржан, қазіргі кезде көптеген жас жігіттеріміз, балдардың барлығы iPhone сатып алсам, көлік, немесе бір түнгі клубқа барсам деген бір армандары бар. Ал сол кездегі батырларды айтсайшы. Мәссаған, елім, жерім деп көптеген адамдармен, көптеген елдермен шайқасқан жоқ пе еді? Иә, елін қорғауды армандаған. Соған қарағанда біздің армандарымыз кішкене майдаланып кеткен сияқты. Иә, жоңғарлар шабуыл кезінде Райымбек басқарған жасақ мыңдаған отбасын жау тырнағынан құтқарып, аман алып қалды. Жеңіске жетуге Райымбек батырдың ерекше әдіс тәсілдері ықпал етті дейді тарихшылар. Жойқын шабуылдарын түн ортасында қалың қолды байқамай қалсын деген оймен атты әскерді әдейі шашыраңқы орналастырған екен. Әне көрмейсің бе? Райымбек батыр әсіресе жоңғарларды Жетісудан қуып шығуға белсенді түрде атсалысты. Райымбек батырдың өз қолмен қойылған алып қызыл тас кейінен Қазақ-Қытай шекарасынан анықтау кезінде ең басты межеге айналады. Иә, ол кездері қазіргі Алматы қаласының басым аумағы, елестетіп көр, басым аумағы Ағанас және Арысхан есімді қалмақ қолбасшыларының қолында болатын. Үлкен ордада өткен әскери кеңесте қазақтар туған жерді жаудан босатамыз деген бір жақты келісімге келеді. Басқыншылардың лагеріне қалың қолмен бірге аттанған Райымбек батыр қалмақтарды қуып шығып, шайқас кезінде Ағанасты өлтіреді екен. Келесі алынған қамал ол Арысханның ордасы. Тас қараңғыда Райымбек, Райымбек деп ұрандата шапқан сарбаздар жеңіспен оралады. Қазақ хандығының байрағын асқақтатып, тірі кезінде әулие деген атқа ие болғанда осы Райымбек батыр. Райымбек өзін ер жүрек сарбаз ғана емес, шебер мәмлегер ретінде де көрсете білді. Иә, мысалы ол Қытай қолбасшысы Манжу ханмен ұзақ уақыт келіссөз жүргізіп, бірде күш көрсету, енді бірде уәде беру арқылы Манжу тарапынан қойылған талаптарды жұмсартуға себепші болды. Қазіргі таңда батырдың құрметіне көше, аудан, метро бекеттеріне есім берілген екен. Қымбатты көрермендер, атаңызға айналған батырлар, билер болсын, ешқашанда есімдерін ұмытпайық және құрмет тұтайық. Әрі қарай бағдарламадан көретіндеріңіз, қалбырдағы ауаны кім жасайды? Америка құрлығына қоныстану Қазақстанның қазіргі аумағынан басталғаны рас па? Токио, Цушин, Когио, Капушики, Каиса деген не? Әнші қыздардың құпиясы неде? Қымбатты достар, 7-ші арнада күнтізбе бағдарламасы әрі қарай жалғасын табады. Бүгін, яғни 3-ші қыркүйек,
консерві қалбырларын ойлап табылған күн екен. 1912 жылы дәл осы күні Англияда тұңғыш консерві зауыты жұмысын бастаған. Диана, білесің ғой, мен сені үнемі қолдаймын, бірақ осы жолы сені қолдағым келіп отқан жоқ, саған қарсы шығамын. Өйткені менің білуімше консерві қалбырын Наполеон Бонапарт ойлап тапты. Дұрыс айтасың. Ал олардың қандай болғанын білесің бе? Білмедім. Үлкен темір қалбыр болатын. Оны балғаның, темір қашаудың көмегімен ашқан. 3-4 адам жүріп ашатын болған. Ал біз білетін кішкентай қалбырдағы консервілер 1902 жылы ғана шығарыла бастапты. Бүгінгі күні Қазақстанда 200-ден астам компания осы өнімнің 50-ден астам түрін шығарады. Көпшілігі шетелдерде де кең танымал ғой. Мысалы, оңтүстік Қазақстандағы жеміс консервілеу зауыты шығаратын қалбырларды басқа мемлекеттер қуана-қуана сатып алады екен. Ал сен консерв өнімдерін жалпы ұнатасың ба? Шынымды айтсам, ұнатпаймын, өйткені студент кезінде жатақханада қыздармен азынан кешке дейін осы консервіні қуырып, суға батырып, асып жей беретінбіз. Қазір кезде мен шығып қалдың ба біраз? Шығып қалдым, және таза өнімді заттарды жақсы көремін. Онда менің саған әкелген сыйлығым кішкене сәтсіз болып шықты ғой деймін. Мінекей, мынандай балықтар жесең болады. Студент кезінде еске түсір. Оның барлығы осы бүгін консервінің пайда болған күні. Сен болмаса тіпті былай боулинг ойнасаң да болады үйде. Жақсы, рахмет. Енді онша тәбетім ашылмай тұр десе де, мен бұл консервілерді үйме сақтап қояйын. Өйткені бұл консервінің үлкен бір пайдасы бар. Яғни қанша жыл тұрса да, бұл өнім бұзылмайды екен. Жақсы сақтап қалады өзін. Жақсы. Негізгі бұқтырылған майлы бауыр ежелгі мысырлықтардың сол кездегі өнімдерінен алынған дейді. Айтпақшы, көне Мысырды еске салғаның жақсы болды. Әлемдегі ең алғашқы консерві қуырылған және зәйтүн майы толтырылған қыш құмыраға салынған екен. Соның ішінде үйрек еті болған. Оны Мысыр перғауыны Тутанхамонның қабірін қазу кезінде тауып алған. Және ол 3000 жылдан кейін де жеуге жарамды екен. Онда сен мыналарды сақтап қой. Бір 3000 жылдан кейін ашып рахаттанып жеймін. Ашып жейсің, өмір жасың ұзақ болсын. Бірақ енді қазіргі заманның адамдары мысырлықтардан озып кетті. Мәселен, Forbes журналы жасаған ең қымбат және ерекше консервілердің қатарында консервіленген шаян, жүзім, ұлуы, бамбук құрты және әбжыланның еті, сонымен қатар тұт ағашы. Қазақстанда да ерекше консервілер жасалады. Мысалы, Вашингтонда өткен әлем кубогында алматылық студенттер Алматы ауасы деп аталатын инновациялық кәдесі ұсынған. Бір қызығы, ыдыс ішіндегі Алматы ауасы деген жазуы бар консервілер әп-сәтте сатылып кеткен. Міне, керемет. Айтпақшы, 21 ғасыр басталысымен елдің бәрі осы консерванттарды экологиялық заттармен айырбастаймыз деп әлек кетсуде. Осы мақсатта ғалымдар радиотехникаға үміт артуда. Олар микроорганизмдерді жояды. Бірақ жемістің өзіне ешқандай зиян келтірмейтін аңғаруға болады. Соңында айтарым, консервілердің жасалған мүсіндердің мынандай ерекше топтамасы тек қана Нью-Йорктен көре аласыздар. Бұл фестиваль жыл сайын өткізіліп тұрады. Ал аяқталған соң консервілерді күн көрісі төмен адамдарға таратып береді екен. Жақсы ой емес пе? Менің ойымша керемет. Қымбатты достар, экраннан алыстамаңыздар. Біздің сіздерге айтар әлде қызықтарымыз көп. Жетінші арна эфирінде күн сайын көрсетілетін күнтізбе бағдарламасы және 3 қыркүйектің ең қызықты оқиғалары. Тура 30 жыл бұрын 1984 жылы 3 қыркүйекте британиялық генетик Алек Джеффрис ДНК-ның ерекшелігін, яғни генетикалық таңбаларды анықтаған болатын. Әр адамның ДНК-сы саусақ таңбалары еш уақытта қайталанбайды екен. Сен оны білесің бе? Осылайша генетикалық дактилоскопия пайда болды. Енді генетикалық таңбалардың көмегімен туысқандарды табуға, қылмысқа қатысы бар ма, жоқ па екенін анықтай отырып, қатысы жоқ болса соттың қателігін, темір торға тап болған адамдарды босатуға болады екен. Бір қызығы, бұл нәсілшілдік теориясына қарама қайшы, себебі адам баласының барлығы бір-біріне
жақын болып шықты. Я, мысал келтіре кетейін, көздері көк адамдар алыс болса да туысқан болып шығатын анықталды. Ондай мутация 6-10 мың жылдай бұрын таяу шығыста басталған екен. Иә, ғылыми деректер осылай деп жатыр енді. Ал ақшта ұлттық географиялық қоғамы жүргізген зерттеулер өте қызықты деректерді анықтап берді. ақштың 3-ші президенті Томас Джефферсон Y хромосомаларының түп тамыры европалық емес екені анықталған екен. Оның ата-бабалары көне заманда Финикия деп аталған. Қазіргі Сирияда өмір сүрген, яғни Джефферсонның сырт келбеті классикалық Европа тұрғынына ұқсас болғанмен, Y хромосомалары таяу шығыстағы ата-бабаларынікі болып шықты. Мысалы, мамандардың зерттеуінше 300 қазақтарының өкілдеріне ДНК сараптамасының жүргізу барысында олардың генетикалық туысқандары Англиядан бастап Жапонияға дейін таралған анықтаған. Генеалогиялық ДНК сараптамасы оңтүстік және солтүстік Американың аумағы қазіргі Қазақстан жер арқылы барған адамдармен қоныстанғанын дәлелдеді. Түсінбедім, адамдар мұхитты жүзіп өткен бе? Жоқ, мыңдаған жыл бұрын Беринг бұғазы арқылы олар Америкаға өтіп кеткен. Ал сен есімдері әйгілі бірнеше адамның ДНК-сы ғарышқа жіберілген білесің бе? Жоқ, Онда мен айтып берейін. неге жіберген мен білдім. 2008 жылы ақштың белгілі саяхмазағы Стивен Холберттің Playboy моделі, Джо Гарсияның, физик Стивен Хокингтің және кәсіби велошабандоз Лэнс Армстронгтың ДНК-лары арнайы тасымалданған шатырмен халықаралық ғарыш станциясына жеткізілген екен. Бұл ғаламшарда ақыр заман бола қалса адамзатты қайта тірілту үшін жасалған. Сондағай, естімеген елде көптеген осы шығар. Иә. Есесіне, мен ғарышқа ешқашан ДНК-сы жеткізілмейтін адамның бар екенін білем. Ол кім деп ойлайсың? Білмеймін. Ол сенің сүйікті әншің. Мадонна. Иә. Сенесің ба? Себебі Мадонна гастрольдік сапар кезінде ДНК-сын ұрлатып алмау үшін, біреуінің ДНК-сын алмау үшін арнайы топ жалдаған. Мадонна өзінің боянатын бөлмесінен шыққаннан кейін оның адамдары сол бөлмені тазалайды. Ешқандай Мадоннаның ізін, шаңын қалдырмайды. Содан кейін ғана бұл бөлмеге басқа адамдардың кіруіне рұқсат беріледі. Иә, Нұржан, өмірде не болмайды десейші? Әсіресе 7-ші арнадағы күнтізбе бағдарламасында. Достар, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыздан әрі қарай көретіндеріңіз. Токио, Цушин, Когио, Кабушики, Каиса деген не? Әнші қыздардың құпиясы неде? Жетінші арнада күнтізбе бағдарламасы. Біз әңгімемізді, қызықты оқиғамызды әрі қарай жалғастырамыз. Нұржан, мен саған бір сұрақ қояйын деп едім. Қоя бер. Сенің 2 жасар қызың бар емес пе? Иә. Соның алдына әдемі үлкен бір ойыншықты қойып қояйық, сонымен қатар ұялы телефон. Қайсына бірінші жүгіреді? Міндетті түрде ұялы телефон алады, ашады, өзінің сүйікті әнін қойып, билейді. Иә, менің балалық кезімде ұялы телефон, айпад, планшет деген нәрсе болмаған. Қазіргі балалар туыла салып барлығын түсінеді. Қайсы жақсы, қайсы қымбат, барлығын біле жатады. Енді қазір технология дамып жатыр, соған байланысты олардың жолы көбірек болды деп айтсақ болады. Мысалға қазір біреуді тойға шақыратын болсаң, хабарлама жібересің, SMS, ал бұрын адам жіберген. Арнайы адамды шақырушы, шабарман жіберіп, оның хабарын күтіп, кейбіреу жолда үйленіп, отбасылы болып кетіп, басқа шақырушы жіберген кездер болған. Жіберетін ақпаратын есінен шығарып алып па? Иә. Нұржан, мен айтайын деп тұрған оқиға осыдан тура 55 жыл бұрын басталған екен. Мен түсініп отырмын. 1959 жылы 3-ші қыркүйек күні Жапонияның Sony корпорациясы транзисторлық радио қабылдағыштар шығара бастады. Айтпақшы, ол кезде Sony компаниясының атауын халық тілі күрмелеп әрең айтатын болыпты. Токио, Цушин, Когио, Кабушки, Кайса. Расында да мен өзім әрең айтып шықтым. Шетелдік сатып алушылар үшін бұл атауды айтып шығу қиынға соққандықтан фирманың қожасы Марита өзге ешбір елдің тілінде кездеспеген Sony деген сөзді тауып алады. Мен ойымша ол дұрыс сөз, өйткені елестетші, сен барасың да дүкенге, маған Токио, Цуши, Кабуцики, Каиса бересіз бе? Не десе? Қайталайсың. Түсінбедім дейді. Сен
қайтайсың, Токио, Цуши, Кабушики, Каиса бересіз ба деп. Өкінішке орай бізде Токио, Цуши, Кабушики, Каиса қалмады. Мүмкін сіз Токио, Вуши, Кабисики, Каиса аларсыз деген сияқты. Сондықтан да менің ойымша өте дұрыс деді. Ал енді сол транзисторларға келетін болсақ, бірінші транзистордың салмағы 2 келіге жақын болған. Елесет көріңіздерші. Әрине, оны қалтаңа сегіз алмайсың. Есесіне, Нұржан, бүгін сенің қалтаңдағы кішкентай ғана құрылғы қабылдағыштың ішінде фотоаппарат та бар, радио бар, есептегіш те бар, жарық сүргіш те бар. Күнтізбе де бар. Күнтізбе де бар, Барлығы бар емес пе? Барлығы бар. Және навигатор мен ойын приставкалары да бар. Ойын міндетті түрде емес пе? Әрине. Бір сөзбен айтқанда, 1959 жылда біз гаджеттер туған жыл деп айтуға толық құқығымыз бар. Тағы бір нәрсе, ғылым бізге жақын жылдары не дайындайтын байқап көрейік. Әрі қарай жалғастырамыз 7-ші арнада күнтізбе және күнтізбенің тағайдары. Биыл жазда Қытайдың Ester Technology компаниясы Take One атты жаңа смартфонды ресми түрде ұсынады. Олардың сөзіне қарағанда, бұл әлемдегі ең алғашқы голографиялық смартфон болмақ. Құрылғы тұтынушысының көзіне қарап, голографиялық бейнелерді кескіндей алады. Аппараттың маңдайында камера және 3D голографиялық бейне жасайтын 4 қосымша модуль орналастырылған. Оларды қарау үшін арнайы көзәйнек керек. Әйтпесе басқа біреу көріп қою мүмкін. Қажет емес нәрсені. Яғни жақын арада бізде джедайлармен сөйлескен Йодо сияқты әңгімелесе аламыз. Кім-кім? Жұлдызды соғыстар фильмін айтып отырмын. Киноға көбірек бару керек. Тағы бір жаңалық барлығымызға тікелей қатысты. Ол қуаттандырғыш құралы. Жұмыс істеу принципі, Диана, өте қарапайым. Қуаттандырғышты жүйеге қосылады, гаджет қабылдайтын электромагниттік алаң туғызады. Осылайша, тоқ сымсыз ауа арқылы берілгендей болып көрінеді. Айтпақшы, бұл жаңа идея емес. 20-шы ғасырдың басында данышпан физик Никола Тесла электр тоғын алыс қашықтыққа жеткізуге болады деген қорытынды жасаған. Тесла өз сынағын бірнеше рет қайталады, алайда жасаған тәжірибелері қауіпті деп танылғандықтан, электр энергиясын сымсыз жеткізу мәселесі іске асырылмай қалған болатын. Оны жабыстырмайсың, құлақтарың ашық қалады. Дыбыс көзі самайында болады. Бұл денсаулыққа қауіпті емес екен. Оны жасаушылар ешқандай қауіп жоқ дейді. Бұл енді дыбыс қой. Оның үстіне Google-де осы тәсілді өз көзілдіріктері үшін қолдануды жоспарлауда. Жаңа әдіс құлағыңды ашық қалдырады. Google Glass-тың иесі айналасындағы барлық дыбысты естиді. Келесі гаджетті біз 3 жылдан кейін ғана бағалай аламыз. Ол Mi Interface деп аталады. Яғни мәліметтер бірде миға келіп түседі. Және компьютер мидың күшімен басқарылады екен. Өкінішке орай, Диана, бұл да тың идея емес. Фантастикалық әдебиет пен кинода оны әлде қашан пайдаланып үлгерген. Ал нақты өмірде бұл қалай іске асады? Бұл бағытта бірталай іс тындырылды және оны анық байқауға болады. Солардың бірі толықтай немесе жартылай сал болып қалған науқастарға арналған Mi Interface протездерді басқарады екен. Керемет. Ал мына жаңалық ұмытшақ адамдарға арналған. Швейцарияның Black Sox компаниясы электрондық чиптері бар шұлықтар жасап шығарды. Ол жоғалған шұлықты табуға және оларды шатастырып алмауға, яғни жұп-жұпмен жүруге ойластырылған құрылғы. Бұған не дейсің? Енді көп жігіттердің мотивациясы құрыды, осыдан кейін несіне үйленем дейтіндер де бар, өйткені екінші шұлығын тауып беру үшін де үйленген жандар көп. Естеріңізге сала кетейік, осындай чиптер бар, 10 шұлық 159 еуро тұрады. Идея авторларының ойына қарағанда бұл аса қымбат шұлық емес секілді. Нормально. Қымбат емес. Менің ойымша бұл құрылғы жалқауларға арналған. Мен бұл құрылғыны сатып алмаймын. Біз технологиялық революцияның 5-ші толқынын күтудеміз. Ол өте нәзік, иілгіш, түссіз сенсорлы құрылғылардың міндетті түрде пайда болуы. Міндетті түрде 3 өлшемді, яғни 3D, бейнелі және сымсыз болуы тиіс. Әуелік коммерция саласында, одан кейін үйде интерактивті анықтамалық панельдер, басқа да жұмысқа керекті құралдар пайда болған. Одан соң тұрмыста, автокөлікте, яғни барлық жерде қолданылмақ. Сенбесеңіздер, мына бейне роликті тамашалап көрсеңіздер болады. Көрейік. Complex traffic systems become easy to navigate. Education is no longer boring, but fun and lively.
Anytime, anywhere, 3D scanning and printing. Енді көретіндеріңіз, әнші қыздардың құпиясы неде? Жетінші арнада күнтізбе бағдарламасы өзінің қызықты оқиғаларын әрі қарай жалғастырады. Нұржан, осы елімізде қыздардан құралған топ көбейіп кеткен секілді. Өйткені қай арнаны қоспасам да неше түрлі әдемі, сылқым қыздар шығып жатады. Мен шоу-бизнесте жүргеннің өзінде де оларды кішкене шатастырып аламын. Кішкене емес, оны шатастыру, мен ойымша заңдылық, өткені жаңбырдан келген саңырауқұлақ сияқты олар көбеюде. Мен өте қатты шатасам. Әсіресе мені шатастыратын Viagra тобы. Өйткені теледидардан көресің, мынау қай әнші қыз еді деп сұрасаң, бұл Viagra тобының экс-әншісі дейді. Мен сол әнші болып жүрген кезінде білмейді екенмін. Қайсын таңдамасаң да барлығы экс десейші. Иә, барлығы экс. Иә, Нұржан, 2000 жылы 3 қыркүйекте ТМД елдеріндегі тұңғыш Girls Band, яғни қыздар тобы Viagra пайда болды. Диана, шынымды айтсам, мен бұл топтың жанкүйері емеспін. Мүмкін оған топ мүшелерінің жиі ауысуы әсер ететін шығар. Иә, елдер топтарында бұл қалыптасқан дәстүр ғой. Бірі тұрмысқа шықса, екіншісі дүниеге нәрсе әкеп жатады. Ұжым тарихында 16 қатысушы ауысып, 16 құрам пайда болған. Айтпақшы, соңғы құрамда қазақ елінен шыққан жерлесіміз Альбина Жанабаева да ән салды. Ал негізі ең алғашқы әйелдер тобы Италияда 18-ші ғасырда пайда болған. Оны атақты композитор Антонио Вивальди ұйымдастырыпты. Маэстро Венециядағы Сан-Пьетро шіркеуінде тек қана нәзік жандылардан құралған оркестрді жасақтаған. Алайда Girls топтардың қарқынды дамуы өткен ғасырдың 50-ші жылдары. Жазда тек қана қыздар деп аталатын фильмнің экранға шығуынан бастау алған. Иә, ол кезде тек қана қыздардан құралған топтар қосылып ән салатын. Содан кейін ғана диско, кантри, поп музыка мен бит жанрындағы жұмыс істейтін қыздардың түрлі тобы пайда бола бастады. 1958 жылы ақшта керемет нәтижеге қол жеткізген ең бірінші Girls топ The Cheryls тобы деп аталады екен. Ол Американың басты хит шеруінде көш бастап бірінші орынға шықты. Ал Spice Girls әйелдер тобының бейне жазба дискінің 75 миллион дана көшірмесі сатылып үлгерген. Бір қызығы, олар студияда 3 альбом жазған, ал қалған әндердің барлығы жанды дауыспен концерттерде айтылған тректер. Қазақстанда да қыздардан құралған топ өте көп. Соның ең біріншісі Рахат Лукум тобы. Олар құрылысымен отандық шоу-бизнесте де өзінің орнын ойып тұрып алды. Ал 2006 жылы екінші қыздар тобы Кешью құрылды. Ол топтың құрамына кіру үшін қыздар өте қатал таңдаудан, мұқият іріктеуден өткізілді. Қыздардың сырт келбеті әдемі болумен қатар, ән айтып, би билеуді де жоғары деңгейде меңгеруге тиіс болады. Топтың стилі поп-рок, әдемі әйелдер дауысы, пластикалы қозғалыстармен ұштасады. Осымен күнтізбенің бүгінгі күнін жабамыз. Әрине, бағдарламаның соңында Кешью тобының керемет бейнебаян қосып береміз. Солай емес пе? Міндетті түрде біз соған тіпті билейміз. 7-ші арнада сіздермен бірге болған күнтізбе бағдарламасы және бізден кейін жаңалықтарды көруді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Нұржан Еркінұлы және Диана Қырықбай. Келесі аптаға дейін сау саламатта болайық. Дархан даламның арландары